Соңғы. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Шмадияр Жабайхан және бұл қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видеода мен сіздерге телефонға арналған өте қызықты 4 лайфхак көрсететін боламын. Бұл видеода өздеріңізге қызықты ақпарат ала аласыздар деп ойлаймын. Сондықтан да видеоның соңына дейін қараңыздар. Мына 4 лайфхак өте керемет, қызықты эксперимент десем де боламын. Ең бастысы каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз өзіміздің телефонымызды алып, дәл осындай суды камерамызға жай ғана тигіземіз. Сол кезде бізде камерамызда линза пайда болады. Сол кезде біз кез келген затты жақындатып көре аламыз. Міне өздеріңіз көргендей, тіпті өткір пышақтың жүзін де кәдімгідей қатты жақындатып көрсетуде. Оны біз нәтиже десек те болады. Екінші лайфхакта біз пайдаланатын зат, оны жүзеге аспай ма, асама мен әлі нақты білмеймін, бірінші рет жасап көрейін деп жатырмын. Бізге керек болатын зат асханада пайдаланатын, яғни салат немесе басқа да заттардың бетін жауып қоятын пакет керек болады. Сол пакетті біз телефонымызды жақсылап орап аламыз, және келесі кезекте біз ыстық желмен өзіміздің чехолымызды, яғни қапшығымызды жақсылап желіндеп, яғни видеодағыдай өрнек сызып шығуымыз керек. Ол қатқан соң дәл осындай чехолға айналады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біз бұл әдісті тек ұялы телефонға емес, тағы қасындағы қосымша аксессуарлардың сыртында желімдеп қапшық жасауымызға болады. Ноутбукқа да болады, планшет, өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді біз нәтижесін көретін болсақ, сіздерге айтарым, бұл пленканы ораған кезде сабын немесе сол сияқты сулы затпен жақсылап тигізіп шығуымыз керек пленканың сыртын. Сол кезде желім жабыспайды. Мен оны істемеппін, білмеген, сондықтан пленка жабысып қалды. Ал наушникке бұл чехол әдемі, ыңғайлы болып келді, ал ұялы телефонға жақсы болды деп айта алмаймын. Үшінші бізде жасайтын зат Lightbox, яғни кішігірім студия десек те болады.
Біз тек осындай қарапайым плакатты алып, дәл осындай жерге, яғни үстел мен қабырғаның бірігіп тұрған жеріне плакатты скотчпен жабыстырамыз. Сосын кез келген осындай сабақ орындағанда қолданатын немесе үй шамдарымен жарықты жақсылап алуымыз керек. Сонда біздің кішігірім студия дайын болады. Және өзіміздің қалаған керекті заттарымызды осы жерде керемет қылып түсірсек, өзімізге таптырмайтын зат болып табылады. Бізде төртінші көптен күткен ең керемет лайфхак. Бұны Қазақстанда ешкім жасамаған. Сол себепті бірінші болып сіздерге көрсеткім келіп тұр. Осындай кез келген бір зат сатып алған кезде осындай қорғанышмен келеді. Осындай материалды түссіз пластмасс болады. Дәл видеодағыдай размермен осы 4 бөлшек қылып кесіп аламыз. Сіздерде бұндай материал болмаса, немесе кәдімгі дискет болады ғой, соның сыртында қолдансаңыздар болады. Яғни ол түссіз пластмасс болады. Түссіз пластмасс болса болды ғой, бізге соны қолданып, біз дәл осындай затты жасай аламыз. Тек мына видеодағыдай өлшеммен кесіп алыңыздар. Сосын біз 4 бөлікті біріктіруіміз керек, дәл видеодағыдай. Және келесі кезекте біз ұялы телефонды алып, YouTube-ға кіріп, голограмма деп жазып іздейміз. Сол кезде өзі видеолар шығады. Сол видеоның үстіне жатқызып қойып, үлкен экранмен, дәл осы жасаған затымызды қойып қойсақ, бізде ерекше зат, яғни көрілім пайда болады. Ал, тамашалаңыздар. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет, және каналыма жазылып лайк басып кеттіңіздер. Егер видео қатты ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Мен оған қарсы емеспін. Дәл осындай видеода кездескенше сау болыңыздар. Кездескенше сау болыңдар. Кеттім, ұйықтаймын.